Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ болып шығатын, үйдегі бар заттармен дайындалатын қарапайым ғана зебра пирогын дайындайтын боламыз. Өте ерекше әрі дәмді пирогты менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқаға шекерді салып, одан кейін жақсылап көпіргенше миксермен араластырамыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады, бірақ осылай көпіріп ағару керек. Одан кейін ертілген сармайымызды құямыз, тағы да бір рет жақсылап миксермен араластырамыз. Одан кейін қаймағымызды салып, тағы да миксермен араластырамыз. Пирогтың, яғни қамырдың массасын қалай шығып жатқан көрдіңіздер ғой. Одан кейін қопсытқышты саламыз. Ұнымыздың барлығын салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Ұзақ араластырғандарыңыз жақсы, яғни оны бірігіп толық араласу керек. Одан кейін екі ыдысымызға қамырымызды теңдей бөліп алып, бір қамырымызға какао салатын боламыз. Көз мөлшермен өлшеп сала берсеңіздер де болады. Менде бұл жақта ұны кішкене көптеу болып кетті. Қазір дұрыс грамын жазып қоямын. Сол грамм бойынша ұнды қосасыздар. Енді өздеріңіз көз мөлшермен какаоға байланысты саласыздар. Менде арзан какао болғандықтан осылай цветі шығуы қиын. Енді қамырымызды ақ және де қарасын кезектестіре отырып, арнайы кольцода 20-22 немесе 24 диаметрде пісіріп аламын. 20 диаметрде пісірсеңіздер, осылай пирогтарыңыз биік болып, әдем болып көтеріліп шығады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 200 немесе 180 градуста асықпай пісіріп алғандарыңыз дұрыс. Егер сіздерге рецепт ұнаса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Үйдегі бар заттармен, яғни қолжетімді заттармен небәрі 5 минутта ғана дайын болады. Шаймен ішкенге өте дәмді болып шығады. Енді қамырымызды құйғаннан кейін осылай бір тегіс болу үшін тегістеп аласыздар да, қызып тұрған пеште 200 немесе 180 градуста асықпай пісіріп аламыз. Піскенін шпажканың көмегімен анықтайсыздар. Пирогымыз пісіп, әдемі болып көтеріліп шықты. Енді ішін қараңыздар, суығаннан кейін кесіңіздер міндетті түрде. Қараңыздар, қалай биік болып көтеріліп шықты. Рецепті сақтап алып, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.